Барлықтарыңызға сәлем. Каналыма тіркеліп, лайк басып, басқа да әріптестеріңізбен осы видеоны бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздерді мен GimFit платформасымен таныстырамын. Осы платформаның сайтын осы видеоның соңында қалдырамын, яғни астына қалдырып қоямын. Бұл сайтқа кірген кезде GimFit деп Google'дан іздейсіздер. Мен автоматты түрде тіркелдім. Сақталып кеткен, қарапайым өте кіруі. Яғни осындай интерфейсі бар. Жинақтар дегенді басамын. Яғни бұл жерге жинақтың аты, яғни біздің сабағымыздың тақырыбын жазамыз. Мысалы, деректер қоры тақырыбы 10 сыныпқа байланысты тіл қазақ тілі. Мысалы, тақырыпты мен өзімізге жақын пән, информатикаға жақын пән, технология деп таңдап алсаңыздар болады. Мына жерде әртүрлі фондарды, кез келген суретті сақтап қоя аласыздар. Мысалы, бір осы суретті қойдым, автоматты түрде осындай интерфейс шығады. Сұрақ қою, флеш-карта арқылы сұрақ қойсаңыздар да болады. Бізге керегі қарапайым сұрақтарды қою. Сұрақты қойған кезде міндетті түрде Word-қа дайындап алсаңыздар тиімді. Мысалы, мен дайындап алдым, осыны көшіру арқылы осы жерге қойып отырамын, вставить етіп. Мысалы, дұрыс жауабы деректер қоры. Галочканы басып, яғни крестикті 2 рет чертеңіздер, дұрыс жауап шығады. Басқа варианттарында жазып аласыздар. Яғни бірнеше вариантты тест құрастыру бұл сайт бізде. Осылай мен қойып отырамын. Яғни бұл сайт 14 күнге тегін беріледі. Ақылы шаблондар, яғни 14 күн тегін пайдаланасыздар. Платный версияны 14 күннің ішінде тегін пайдалансаңыздар болады. Яғни бұл жерге мен суреттерді іздеймін. Кез келген суретті қоя саламын. Деректер қорына байланысты. Мына бір суретті сақтап алайын. Фото қосу деп мына жерден де іздесеңіздер болады. Яғни автоматты түрде интернет желісінен де іздеп қосуға болады суреттерді әртүрлі. Немесе жүктеп аласыздар, мен сияқты. Яғни сурет жүктелді. Аудио ретінде дыбыс жасаңыздар болады және геометриялық, математикалық формулаларды да жасаңыздар бұл жерде болады. Екінші сұрақтарды мен осылай дәл бірінші сұрақтағыдай жаза беремін. Басқа платформаларға қарағанда бұл сайттың ерекшелігі геометриялық және алгебралық функция, яғни клавиатураның бар болуы, әртүрлі формулаларды жаза аласыздар және де аудио дыбыс ретінде де сұрақтарды қоюға болады. GimFit платформасын қалыптастырушы бағалау ретінде әртүрлі ойындар ойнау арқылы оқушыларды жеке немесе топпен қызықтыруға арналған өте қызықты бір платформаның түрі. Сабағыңызда оқушыларға сергіту сәті ретінде 5-10 минут пайдалансаңыздар болады. Бұл платформаның артықшылығы оқушыларды қызықтыруға арналған көптеген геймификациялар бар. Сонымен қатар сұрақты жылдам жазу үшін Quizlet жинақтарын импорттауға мүмкіндік береді. Quizletті сіздердің сұрақтарыңыз болса, соны импорттай аласыздар. Әрбір ойынның соңында жалпы сынып пен оқушының жеке жауаптарын көрсететін деректер статистикасын көре аласыздар. Яғни сабақтағы сұрақтар қайталанып отырады. Сұрақтарыңызға байланысты жалпы сабақты бекітуге өте ыңғайлы. Яғни сұрақтар қайталанған сайын тақырыптар, яғни тақырып ашылады, сұрақтар оқушының есінде қалады. Жалпы бұл платформаның кемшілігі интернетсіз жұмыс жасай алмаймыз. Тек қана 14 күн ғана тегін қолдана аламыз.
платный версияларын және де бірнеше құралдары ақылы. Соның ішінде біз қалаған уақытымызда 5 жұмыс жасағаннан кейін, 5 рет ойнағаннан кейін уақытты біз 7 минуттан кем қоя алмаймыз. Яғни 7, 10, 15 минут қана ұзақ болып кетеді. Оқушыларға бұл тиімсіз. Сол үшін 7 минутқа дейін ғана қолдансаңыздар болады. Осылай дайын сұрақтарды мен жазып аламын және де қойып отырамын. Әр сабақта сұрақтарыңызды бірінші Word-қа жазып алғандарыңыз өте тиімді. Алып, көшіріп қоя бересіздер. Мына жердегі копировать дегенді басу арқылы екінші сұрақты шығарып аласыздар. Сақтаймыз. Яғни копировать, копи деген басасыздар. Яғни осыны редактировать етеміз. Карандаштың суретін басу арқылы жаңағы үшінші сұрақты өзгертіп аламыз. Осылай қайталана береді. Сұрақтарды қойып аламыз. Осындай формулалар клавиатурасы бар. Бұл сұрақ тек қана сұрақ қана, қысқаша жауапты сұрақ. Сұрақтарды сақтаймыз, яғни барлығы дайын деген галочканы басамыз. Осындай терезе шығады бізде. Енді homework дейді, яғни үй тапсырмасы ретінде де бұл ойынды берсеңіздер болады. Бірақ бізге бұның қажеті жоқ. Үйге берудің сабақ үстінде ойнату үшін тікелей ойнатуды басамыз. Әртүрлі геймификациялық ойынның түрлері бар бұл жерде. Мысалы, Blastball дейді. Әртүрлі ойындардың түрі бар және бұл про варианты 14 күннің ішінде ойнау керек, қолдану керек. 14 күннен кейін бұл ақылы күйге ауысады. Осы платный варианттардың барлығы тегін 14 күннің ішінде қолданасыздар. Яғни үстін бассаңыздар осындай инструкциясы бар. Яғни қанша уақыт пайдалану керек, қалай пайдалану керек екені. Егер де жаңадан бастаушы болсаңыз, классикалық түрінен бастасаңыз болады, себебі бұл Kahoot-қа ұқсайды, бірақ ерекшелігі $, жинап отырасыздар. Мысалы, сіздерге күрделі түрін, мысалы, Blastball дейді, яғни 2 топқа бөліп ойнатуға да болады. Бірақ біз қармен атысып, мысалы, бір ойынның түрін таңдасаңыздар болады. Мысалы, мен Snowball дегенді бастаймын, осыны таңдап аламын. Continue'ді басамыз. Келесі бұл жерде, яғни тілді ауыстырып, қазақшаға ұзақтығы, мысалы 5 минут жетеді, немесе 3 минут деген сияқты, ол сұрағыңызға байланысты. Келесі ешқайсысын өзгертпей қойсаңыздар да болады. Әртүрлі генераторды пайдалануға да болады. Енді ары қарай біз жалғастыруды басамыз. Жалғастыруды басқаннан кейін кішкене күту керексіздер. Осындай бізде коды шығады. dreamkit.com join деп Googleға жазу арқылы оқушылар кіреді, немесе на QR-код арқылы сканерлесе болады. Сіздерге түсінікті болу үшін мен интерактивті доскадан оқушыларға тікелей ойнатып жатырмын. Жаңағы уақытын қоямыз бұл жерге. Яғни оқушылар соткалардың QR-код арқылы мына жерге кіреді.
оқушыларға QR-кодты бердік. Енді waiting for players, яғни ойыншыларды күтеміз. Оқушылар осы QR-кодты пайдаланып, name'ді деген жерге өздерінің есімдерін жазады. Екі оқушы кірді, міне player деген бассаңыздар, мына жерде шығып тұрады қанша оқушы кіргені. Негізінде бұл тегін версиясында 500-ге дейін оқушы ойнай алады. Яғни тіркеліп сабағыңызда қолдана алады. Яғни 4 оқушылардың кіргенін күтіп сабағымызды, яғни тақырыбымызды, ойынымызды бастаймыз. Бұл ойын көбіне тақырыпты бекітуге және де үй тапсырмасын қайталауға өте ыңғайлы, немесе сергіту сәті ретінде қолдансаңыздар да болады бұл платформаны. Оқушылар біртіндеп кіріп жатыр. Қазір ойынымызды бастаймыз. Яғни 12 оқушыдай кірді. Енді старт деп бастаймыз. Бұл жерде ойын алаңы осылай шығып тұрады. Яғни бұл мороженое сияқты, яғни қар. Мысалы мен Эля деп тұр бұл жерде. Мен бақылаушымын, маған ештеңе түспеді, мен оқушыларымды бақылаймын. Яғни стрелканың оқушылары мені өлтіріп тастады. Қазір қайтадан мына бізде энергия алу үшін, қарды алу үшін бізге сұрақтарға жауап беру керек. Мысалы жаңа қысқа сұрақ жауап шықты. Енді ары қарай мен жүремін. Ары қарай мен оқушыларым не істеп жатқанын қарай алсам болады. Бұл жердегі ойынның басты мақсаты, бұл жерде оқушылар бір-бірін ату арқылы бұл алаңда бір жалғыз өзі ғана қалу керек. Мына жерде витаминдер, әртүрлі дәрі-дәрмектер бар. Соны біз алсақ, біз бонус жинаймыз. Мысалы санжар жүр мына жерде. Яғни стрелканы бассақ, біз айналада, яғни қалай өзіміздің оқушымызға көздейміз. Яғни сұрақтарға жауап беру арқылы оқушылар қаралады. Қарды алу арқылы мына жердегі оқушыларды атып өлтіреді. Яғни ойыннан шығарып жіберу керек. Бұл жерде сергіту сәті ретінде қанша адамды, қанша оқушыны жоқ қылып өлтіріп жіберсе, сол орын ретінде алады. Сонымен қатар оқушының ұпайы шығып тұрады, статистикасы. Яғни әр оқушының жеке белсенділігін, сабақты қаншалықты толық игергенін, толық статистикасын тесттен кейін көруге болатын бір қызықты бір платформа. Былайша айтқанда, бұл бағалауға тамаша құрал. Бұл ойынның өзінің арнайы мультимедиасы бар. Яғни музыкасында қосып қойсаңыз болады, оқушылар жақтырмас үшін музыка қосып қойсаңыз өте ыңғайлы. Жеті минут өткеннен кейін, яғни ойын аяқталды деп өзі осындай результаты шығады, дайын статистикасы. Мысалы, Санжар, бірінші орын, екінші орын Аслан, үшінші орын Адлет деп. Яғни 7 ұпай ол жерде ұпай емес, яғни оқушыны атып өлтірген адамдардың саны, ал жандағы сұрақ біздегі жалпы тақырыпқа байланысты сұраққа жауап бергеннің жауаптары болып саналады. Мысалы, жеке оқушыны жеке бағалауға байланысты. Мысалы, Аслан ол 12 рет дұрыс жауап берген, 13 рет қате жауап берген деген сияқты. Яғни сұрақтарды бірнеше қайталауға байланысты осындай жалпы пайыздық балы шығады. Осы платформа арқылы оқушыларыңызды
қызықтырып жеке бағалау ретінде қолдансаңыздар болады. Егер де осы видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, басқа да әріптестеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.